Жастар, бұл Еркеназ. Бүгін мен сендерге McKinsey Next Generation Women Awards туралы айтып берім кеп тұр. Ақырғы 2-3 айда мен әртүрлі студенттерден, өзімнің кейбір таныстарымнан осы сыйлық туралы көп сұрақтар ала бастадым. Сондықтан осы видеоны жасауға шештім. McKinsey ол үлкен халықаралық консалтинг компаниясы. Қазіргі таңда Қазақстанда ол 3-4 жыл бойы жұмыс істеп жүр. McKinsey компаниясы ол әйел адамдардың көшбасшылықтарын арттыру үшін және оларды қолдау үшін осы сыйақыны тағайындаған. Және жыл сайын ол өзінің бір 50 шақты елдегі офистарынан әртүрлі белсенді, жақсы инициативасы бар қыздарды қолдайды. Мен 2017 жылы наурыз айында осы жобаға өзімнің идеямды тапсырдым. Менің идеям ол Science Summer School деп аталды. Ол Science Summer School жобасының ең басты мақсаты ол оқушыларды STEM дисциплинасына қызықтыру, техникалық инженерлік мамандықтарды таңдатуға баулу. Бұл тақырып мен үшін жаңа емес. Мен Назарбаев университетінде химия сабағын лабораторияда сабақ бердім, және мен Астанада химиялық шоу және курстармен айналысып жүрдім. Сондықтан бұл жобаны ұйымдастыруға менің тәжірибем жетті, және өзім осы жобаны ұйымдастыруға көп ойланып жүрдім. Және бұл awardқа тапсырған кезде мен мотивациялық хат жаздым. Ол хатта мен қанша ақша керек екенін, қандай жұмыстар жасағалы жатқанын, қандай адамдар маған көмектесетінін туралы толық детальды ақпарат бердім. Тапсырғаннан кейін менің application'ым оларға ұнап, сәуір айында мен McKinsey өкілдерімен 2 түрлі интервью өттім. Және маған мамыр айында осы сыйақыны тағайындады. Бұл сыйақы ақшалай түрде 2000 евро берді. Сол үшін McKinsey компанияның өкілдеріне өте ризамын. Өйткені осы жоба арқылы мен өзімнің Science Summer School инициативамды Семей қаласында ұйымдастыра алдым. Семей қаласын таңдаған себебім өзім сол жақтан болғандықтан, бірінші жобамды сол жаққа Семей қаласында жасайын деп шештім. Семей қаласында ол шілде айында өтті, және қатысушы бұл жетімдер үйінің балалары болды. Мені Шығыс Қазақстан облысының білім департаменті және Семей қаласының университеті, Назарбаев университетінің кейбір әріптестерім және болашақ инжиниринг компаниясы мені қолдады. Бір апта ішінде балалар 3D принтингпен жұмыс істеуге, Scratch 2 программамызмен әртүрлі ойындар жасауға, бір-екі химиялық анализдерді үйренуге және бір-екі инженерлік конструкцияларды қолмен жасауға үйренді. Балалар өте бұл лагерге қызығып, бір жыл тағы да барғысы келді. Бұл мен түсінгенім STEM бағыты балаларға өте қызықты болды. Тағы да осы бір апта ішінде мен оларға осы бакалаврда қалай грант жеңуге болатын, ағылшын тілін қалай жақсартуға болатын, және IELTS-ті қалай тапсыруға болатын, өзінің оқушылық профайлында қалай жақсартуға болатын туралы әртүрлі workshoптар өткіздім. Менің ойымша, бұл Science Summer School жобасы ол балаларға өте қызықты және пайдалы болды деп ойлаймын. Осы ивент біткеннен кейін, оны мен хат түрінде McKinsey компаниясының өкілдеріне отчет тапсырдым. Және осы ені алғаннан кейін маған бір жылға McKinsey компаниясының консультанты ментор түрінде менің қасымда болды. Одан көп ақыл алып, көп маған бағыт беріп отырды. Және де осы McKinsey Next Generation Women Awards егер атансан, онда сен McKinsey компаниясына тапсырған кезде бірінші турдан тез өту құқығын, бірінші турдан өту құқығын аласың. Сондықтан егер мен сендерде идеяларым болса, әртүрлі инициативаларым болса, осы McKinsey Next Generation Women Awards-қа тапсыруға сендерді қолдаймын. Ол жобалардың тек қана әлеуметтік емес, егер сендерде академиялық жобалары болса, не болмаса қайырымдылық шаралар жасағыларың келсе, сайт ашқыларың келсе, осы сыйақыға тапсыруға болады. Мен басқа елдердегі
қыздардың жобаларын қарағанда олар кейбіреулері басқа елде оқысы келді, біреулер қайырымдылық шараларын жасады. Сондықтан ол тек қана әлеуметтік жоба ғана басқандай да жобалар болуы мүмкін. Егер осы сыйақы туралы тағы сенде сұрақтар болса, маған төменде комментарий жазуға болады. Мен сұрақтарына жауап беруге дайынмын. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше. Сонымен білемін әркімнің таңдауы